WhatsApp ағайындар, бүгін біз қазіргі таңдағы екі гигант компания, яғни AMD мен Intel'дің флагмандық процессорларын салыстыратын боламыз. Оның ішінде әрине AMD 99950X3-ді, ал Intel'ден Core i9 14900K. Бірінші техникалық қысқаша сипаттама беріп кетейін. AMD 99950X3-ді 16 ядро, 32 поток, базалық жиілік 4.3 ГГц, максималды жиілік 5.7 ГГц, 128 МБ L3 кешімен. Ал енді Intel Core i9 14900K, бұл 24 ядро, 32 поток, базалық жиілік P ядросы 3.2 ГГц, I ядросы 2.4 ГГц, максималды жиілік 6 ГГц, және 36 МБ L3 кешімен. Мен түсінікті болсын нәрсені айтып кете салайын. Салыстырған кезде каждый раз AMD 99950X3-ді немесе Intel Core i9 14900K деп айтып отырмас үшін жай ғана AMD және Intel деп айтып отырдым. Оның ішінде мен сол процессорды айтып отырмын. Түсінікті болсын осыны айта кетейін деп шештім. Ал енді ойындарды салыстыруды бастайық. Бірінші ойын ол God of War. Бұл жерде орта FPS AMD-да 129 FPS, Intel-де 119. Сонда AMD 8%-ға жоғары көрсеткіш көрсетіп тұр. Екінші ойын Cyberpunk немесе Cyberpunk. Орта FPS AMD-да 108, Intel-де 85 FPS, AMD 27%-ға жоғары. Үшінші ойын Assassin's Creed Valhalla. Орта FPS AMD-да 133, Intel-де 117. Сонда AMD 13-14%-ға озып тұр. Төртінші ойын Watch Dogs. Орта FPS AMD-да 132, Intel-де 122. AMD 8%-ға жоғары көрсеткіш көрсетіп тұр. Бесінші ойын RDR 2, яғни Red Dead Redemption. Бұл жерде орта FPS AMD-да 143, Intel-де 126. Сонда AMD тағы да 13%-ға жоғары. Ал енді қорытындылай кетейік. Өздеріңіз көргендей, почти барлық ойында AMD Intel-ден озық көрсеткіш көрсетіп отыр. Бірақ бұл деген Intel әлсіз деген мағына бермейді. Просто AMD қатты мықты болып тұр. Десе де Intel жұмысқа келгенде, мысалы рендеринг немесе видео редакторлеуде AMD-ға жақсы бәсекелес бола алады. Себебі ол жерде потоктың көп болғаны маңызды рөл ойнайды. Енді басты сұрақ қайсысын алу керек? AMD сөзсіз универсал. Ойында ойнай бересіз, жұмыста істей бересіз. Intel ойын жағынан қалып тұр, бірақ жұмыс жағынан бәсекелес бола алады. Видео ұнаса лайк басып коммент қалдырыңыздар және міндетті түрде каналға жазылыңыздар. Келесі кездескенше.